Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерді өзімнің каналымда осындай үлкен, әдемі болып шығатын торттың рецептісін үйреткім келіп отыр. Дайындалуы өте оңай және дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді біз бірінші 2 корждан тұрады бұл тортымыз. Біріншісін дайындау үшін осындай 7 жұмыртқаны сарысынан, сары уызынан ақ уызын бөліп, екеуін ажыратып аламыз. Міне ақ уызын мен сары уызын бөлдік. Енді ақ уызына кішкене тұз қосып, миксермен жақсылап тұрып, оны миксерлейміз. Үлкен болып, үлпілдек болып шыққанша миксерлейтін боламыз. Достар, міне осындай болып ағарып миксерленген кезде үстіне біртіндеп қант салып отырамыз. Бізде осы бір коржға кететін барлығы 170 грамм қант, соның 100 граммын осы ақ уызына біртіндеп қосып, осындай әдемі масса болып шыққанша миксерлейміз. Қалған 70 граммын осы сары уызға қосып, сары уызға осындай бір шай қасық ванилин қосып, бұл ванильный бисквит болады бізде бірінші. Енді осы сары уызында жақсылап тұрып көпіргенше осындай миксерлейтін боламыз. Міне осындай әдемі масса болу қажет ол да. Енді осы екі дайын массаны бірге араластырамыз. Осындай қалақпен, күрекшемізбен жайлап араластыратын боламыз. Өйткені біздің массамыз отырып қалмау керек. Сондықтан да осындай бір әдіспен ғана осылай жай ғана араластырып, екеуін жақсылап тұрып біріктіреміз. Міне осылай жеткілікті, қатты араластырмаңыздар, өйткені біздің массамыз, ақ уызымыз басылып қалмау керек. Енді осылай 170 грамм ұнға бір шай қасық қосқышты салып, осылай 3 бөлікке бөліп, оны да осылай қалақпен бір жаққа ғана өстіп араластырып отырамыз. Өйткені біздің жаңағы ақ уызымыз басылып қалмау керек. Өйткені бізде сонда бисквитіміз өте әдемі болып жақсы болып көтеріліп пісетін болады. Осылай 3 бөлікке бөлеміз ұнымызды. Осындай әдіспен араластыратын боламыз. Мен достар осындай болып араласты. Бұдан артық қатты араластырмай қойыңыздар, осындай үлпілдек болып шығу керек. Енді осындай үлкен 33 диаметрлік формамызға астына пергамент төсеп, осы біздің массамызды жақсылап тұрып жайып аламыз. Біз духовкамызды осы кезде духовкамыз қызып тұру керек. 180 градуста қызып тұру керек. Енді осылай біздің қамырымызды құйып болғаннан кейін осындай әдіспен домалатып отырып, 1-2 рет ұрғылап жіберіңіздер. Сонда біздің біздің қамырымыздың ортасындағы тесіктердің барлығы жабылады. Оны мен пешке қойып қойдым. Енді екінші коржды істеймін. Екіншісі бізде шоколадный корж болады. Дәл сондай әдіспен 7 жұмыртқаны ақ уыз мен сары уызын бөліп, жақсылап тұрып осылай үлкен үлпілдек болғанша оны араластыратын боламыз. Тек қана бұған ванилин қоспаймыз. Қалған барлығы бірдей болады екеуінің қоспалары. Енді оған біз шоколадный болғандықтан осылай 150 грамм ұн мен 20 грамм какаоны және де бір шай қасық қосқышты барлығын мен електен өткізіп бір ыдысқа салып қойдым. Және де өстіп араластырып, оны да 3 бөлікке бөліп, осылай қалақпен жай ғана араластырып отырып, біз массамызды араластырамыз. Осындай үлпілдек әдемі болып шығу керек. Одан қатты араластырмаңыздар. Біздің бисквитіміз өйткені отырып қалуы мүмкін піскен кезде. Осылай енді қалағымызбен тегістеп, жаңағындай және әдіспен домалатып отырып, кішкене ұрғылап жіберіңіздер. Ортасындағы ауасы барлығы шығып әдемі болып пісу үшін. Міне осындай әдіспен домалатып отырып ұрғылаймыз. Бұны да пісіруге қоямыз пешке. Әбден піскенше шанышқымен тексеріп отырамыз. Шанышқымыз құрғақ болған кезде ол пісті деген сөз. Достар, енді креміне көшті. Креміне менде 500 грамм сливкиді қант ұнтағымен араластырып алдым. Қатты қоюланғанша араластырмаймыз. Өйткені біз осылай творожный сыр қосамыз. Сливочный сыр болса да болады. Осылай қосып миксерлейтін боламыз. Осындай қою болу қажет. Өйткені бізде тағы да басқа крем болады. Міне осындай қою масса шығу қажет. Творожный сыр менде осындай сливочный сыр қосылған. Енді екінші кремі осындай сливочный май, сары май, яғни бөлме температурасында тұрған осындай жұмсақ май болу қажет. Майды біз 1-2 минуттай осылай миксерлеп аламыз. Әбден жақсылап тұрып араластырып миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне вареный сгущенкамызды қосамыз. Вареный сгущенка менде бір банка 380 грамм, яғни соның барлығын қосып жіберемін. Вареный сгущенкамызды қосып, тағы да жақсылап араласқанша миксерлейтін боламыз.
кремі де өзінің бисквиттің дайындалу барлығы оңай және де өте үлкен болып шығатын торт. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Өйткені осындай тортты мен отбасыма әр мейрамда, әр туған күнде жасап отырамын. Өйткені осындай дәмді болып шығатын, барлығына ұнайтын торт сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер де осы рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, астына комментарий жазып қойсаңыздар, өте қуанышты боламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақ қойсаңыздар, жауап беруге тырысамын. Міне достар, осы екі кремді бір-біріне араластырып, осындай әдемі крем жасап аламыз. Достар, міне біздің екі бисквитіміз дайын, суыды. Енді суығаннан кейін менде осындай арнайы бисквит кесетін осындай пышағым бар. Егер де сізде болмаса, жай ғана ұзын пышақпен осы бисквиттерді екіге теңдей бөліп аламыз. Осындай әдіспен барлығын осы екі бисквитімізді осылай теңдей 4 бөлікке сонда бөлеміз. Бізде 4 бөлік болып шығады. 4 қабатты торт болады үлкен. Енді осындай ванильный бисквитті де дәл осылай екіге бөліп аламыз. Достар, енді қазір бізге осы бисквитқа сироппен жағатын боламыз. Өйткені біздің корждарымыз өте балғын, дәмді болып шығу үшін осының әрқайсысына сироп құямыз. Ол сиропқа бізге жай ғана жылы сумен қант араластырамыз. Әр коржға 100 граммдай суды құйсаңыздар жеткілікті. Өздеріңіздің енді қалауларыңыз бойынша бұл сироппен біздің осы әр корждарымыз өте жұмсақ, әдемі, тәтті болып шығады. Сондықтан да әрқайсысына осындай сироп жаққандарыңыз дұрыс. Сироп жаққаннан кейін бірден кремін жағып, тортымызды жинай бастаймыз. Ең астында ванильный корж болса, екінші шоколадный корж, солай кезектесіп жағып, солай екеуін араластырып тортымызды жинай береміз. Әрқайсысына осылай 100 грамм сумен қантты, яғни сиропты құйып жағып шығамыз. Достар, міне мен ең ақырғы коржымды үстіне қойып жағып жатырмын. Кремін сыртына осылай азғантай ғана жасаңыздар жеткілікті. Өйткені сыртын қазір біз белковый заварной креммен әдемілеп әсемдейтін боламыз. Осылай кремімізді жағып болған соң 2 сағатқа тортымызды кішкене суы үшін тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен тоңазытқыштан алып шықтым, міне, және де сыртындағы кішкене артық жерлерін кесіп тастадым. Өйткені кремін жаққан кезде бізде бірдей тегіс болу үшін. Енді осындай белковый заварной крем, ақуызды крем қайнатылған. Оны енді келесі басқа видеода мен сіздерге көрсететін боламын. Өте оңай дайындалатын, жылдам жұмыртқаның ақуызынан жасалатын крем. Өте дәмді болып шығады, және де тортты әсемдеуге өте әдемі болады. Енді осы тортымызды бетін біз осы ақуызбен кішкене жағып аламыз. Өйткені торттың беті әдемі болу үшін, тегіс ақ болу үшін осылай ақуызбен, белковый заварной креммен жағып аламыз. Бұл кремді дайындалу өте оңай, тек қана жұмыртқаның ақуызы мен қанттан жасалатын крем. Енді достар, осындай әдіспен менің қолымдағы форма насадкасы, жапырақтың насадкасы өте әдемі болып шығады. Осылай әдемілеп жапырақшаларды ұзын етіп осылай әсемдесеңіздер болады. Бұл өте тиімді және де өте қолжетімді тағамдардан, қолжетімді заттардан тұратын крем, арзан крем. Осылай істесеңіздер болады. Міне мен ақ жапырақшаларын істеп шықтым. Енді осылай кішкене ақуызды бөлек ыдысқа салып алып, мен оған қызыл краска қосатын боламын, красительді пищевой. Енді осылай розовый крем қылып істеп, тағы да осылай толмаған жерлерін розовый жапырақпен толтырамын. Бұл енді мен қыз баланың туған күніне жасап жатқан торт болғандықтан осылай розовый істедім. Ол балаға көбінесе көк краскамен, красительмен көп қолданады. Сондықтан да мен осы розовыймен істейтін боламын бүгін. Міне достар, осылай барлық шеттерін әсемдеп шығамыз. Енді бетіне мен роза гүлін істейтін боламын. Қыз бала 3 жасқа келіп жатқаннан кейін мен 3 роза гүлін істеймін. Роза гүлі бұл өте оңай гүлдердің бір түрі. Осылай ортасына біз ең бірінші оның ұстап тұратын основасын істеп аламыз. Осылай жан-жағын осындай әдіспен роза гүлін істейтін боламыз. Өте оңай әдісі. Енді осылай гүлді қоятын астына тағы да орын істеп, осындай қайшы, үлкен қайшы болса сіздерге өте ыңғайлы. Менде үлкен қайшы болмағаннан кейін осындай кішкентай қайшымен істеп жатырмын. Қайшымен алған өте ыңғайлы болады бұндай кремдердің жасалған гүлді. Енді қалған тағы да 2 гүлін істейтін боламын.
міне осылай основасы дейді ғой, яғни гүлді ұстап тұратын ортасындағы осылай істеп алып жан жағын осылай гүлді жинай бастаймыз. Міне осындай әдіспен гүлдің роза насаткасы жаңағы торт сататын жерлерде, торттың кремдері, торттың заттар сататын жерлерде болады. Міне осылай жылдам әдемі роза гүлін жинап аламыз. Үйде отырған қыз-келіншектерге осындай оңай жасалатын біздің тортымызды жинайтын әдісі бұл ең оңай әдісі деп айтсам болады. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте әдемі, және де қатты қымбат емес кремнің сыртын әдемілеуге болады осындай креммен. Енді осы гүлдердің жанына біз жаңағы осы жапырақшаның насаткасымен әдемі жапырақтарын жасаймыз, жасыл жапырақтарын. Сіздер де өздеріңіздің ойларыңызды қосып, осылай әртүрлі қылып істесеңіздер болады. Енді бүгінгі сіздерге менің осы жасаған тортым ұнап жатса, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін тек қана осы видеоның астына лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып, және де бүгінгі істеген тортым ұнап жатса, құрбыларыңызға жіберіп бөлісуге болады. Енді бұндай тортты, өте үлкен әдемі торт, бір торт жасағанша, немесе бір торт сатып алғанша, осындай үйде отырып, екі үлкен торттың көлеміндей торт жасап көрсеңіздер, бүкіл отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Дәл осы әдіспен жасап дайындап көріңіздер. Өте оңай, жылдам, әдемі дәмді торттың рецептісі. Достар, осы видеоны көріп отырсаңыздар, осы менің каналыма кіріп, видео дегенді бассаңыздар, менің плейлисттерімде тағы да басқа торттардың түрлері бар, пирогтардың, ыстық тамақтардың түрлері бар. Каналыма кіріп, соларды көрсеңіздер болады. Және де каналыма подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Әрқайсыларыңызға өте қуанышты боламын. Және достар, осы видеоны жоғалтпамас үшін, осы видеоның астындағы қоңыршаны басып қойыңыздар. Сіздерге алда менің салған видеоларым барлығы түсіп тұрады. Тек ол үшін подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Алда сіздерге тағы да хит пирогтардың рецептілерін саламын. Соны көріп, менің видеома баға беріп отырсаңыздар, өте қуанышты боламын. Достар, осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Өте қуаныштымын. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.